Биыл 19 тамызда Атыраудағы тұрғын үйлердің бірінде күйеуі әйелін ұрып соғып өлтірді. Әйелдің жасы 39-да еді. Марқұмның артында 2 кішкентай қызы қалды. Бұл туралы Орда.kz сайты хабарлайды. Марқұм Ләззаттың туыстарының айтуынша, қайғылы оқиға болған күні күйеуі Тимур Кабдрахитов оны әдеттегідей ұрып соға бастаған. Аяусыз соққының бірі әйелдің желкесіне тиген. Дәл осы жарақат оның өліміне себеп болған. Қайғылы жайт 6 және 12 жастағы қыздарының көз алдында болған. Ләззат күйеуімен 14 жыл бірге отандасқан екен. Немолчи.kz қорының мәліметінше, сот Тимур Кабдрахитовты кісі өлтірді деп танып, 10 жылға бас бостандығынан айырды. Алайда құқық қорғаушылар бұл жазаны тым жеңіл деп есептейді. Олардың айтуынша, сот әкенің өз балаларына келтірген психологиялық зардабын ескермеген. Сондай-ақ сотталушы жедел жәрдем шақырмай, алдымен әпкелеріне қоңырау шалғаны да назардан тыс қалған. Қазір 2 қыз бала аналарының өлімінен кейін кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына орналастырылды. Ләззаттың анасы зағип жан болса да, өзге жақындары балаларды асырап алуға ниет білдірмеген. Қадірлі көрермендер, бұл оқиға бір отбасының ғана емес, тұтас қоғамның жанына ауыртатын жағдай. Әйелдің өз үйінде балаларының көз алдында қаза табуы қандай сөз айтсаң да ауыр. Бұнда ең алдымен ойланатын нәрсе тұрмыстық зорлық-зомбылықтың әлі күнге дейін дер кезінде тоқтатылмай, үй ішіндегі мәселе ретінде қалып қоюы. 14 жыл бірге тұрған отбасында осындай жағдайдың қайталанып отырғаны айтылса, демек бұл бір күнде болған ашу емес, жиналған проблема. Өкінішке қарай, көбіне бұндай дабылға дер кезінде назар аударылмай жатады. Соттың шешіміне баға беруді заңгерлерге қалдырған дұрыс шығар. Бірақ жаза жеңіл деп қабылдап жатқандар да бар. Бұл артық те түсінікті деп ойлаймын. Себебі бұл істе ең ауыр салмақ балалардың тағдырына түсті. Олар тек анасынан емес, қалыпты балалықтан айырылды. Қазір олар, естідіңіздер, жаңа оқып бердім, бейімдеу орталығында екен. Бұндай оқиғалар тек жазамен емес, алдын алу, ерте араласу арқылы азайса екен деген ой қалады.